Бәріне салам достар, сіздермен бірге Димаш Қалбай. Бүгін мен Майнкрафт ойнайтын болам. Мен Майнкрафт ойнаған кезде мынандай Майнкрафт болған жоқ, бірақ ол қазір менде блокировкаға бірдеңе болып қалды, содан кейін мынандай Майнкрафт жаздым. Сондықтан біз видеоға кеттік. Және де ескертіп айта кетейін, қыздарды 8 наурыздарымен құттықтаймын. Өйткені олардың мейрамдары жалғасып тұр. Сіз оларды сыйлауыңыз керек. Так, бүгін мен алмас табуға тырысамын. Ой, мына қататшы. Nerede бронятор? Nerede мынау? Nerede мынандай сундук? Давайте сундук. Я алмас табуға. Табличка. Так. Астында алмаз бар. Не? Қазып көрейінші. Достар. Кирка. Қолымда кирка деген көрінбейді. Енді осылай ұстайды. Мына жерден қазып. Я алмаз, достар. Тоқайтыңыздар. Так, наған time set .0. Все болды. Оны қаза беруге болады. Ты қатпаш мынау? Қазайық біз енді. Алмаз. Алмазды осы жерге қойған кім екенін білмеймін. Мүмкін бір адамдар кіріп қойып кеткен шығар. Вот алмаз. Білсін болсын асып қойын. Все, отырайық бұл. Қарны асқан жоқ. Кішкене алпысты ағаш жинап білейін, броня киіп алайыншы. Енді бала сияқтымын. Ой, ұрып тастадым ғой. Үй алыншы.
Базарға кішкене білем бе? Березовый ағаш. Кішкене сойып салып. Жоқ, маған оны ұлтау керек, содан алып тастап. Все, уже 17 болып кетті. Все болды. Тағы да кішкене земля. 16 керек. Істенбейді ғой. Осығандай болмай ма? Оп. Үй. Все, болды достар. Осындай бізде видео істерінде. Келесі серияда көріскенше.